Қазір мен бас аяғы 3 минуттың ішінде сіздің көзіңіз жеткіземін, что сізге не үшін ақша жетпей жатыр, түсінді ме? Сонда мен қараңыз, адамда екі түрлі шкала болады. Бұл нәрсені көбісі білмейді негізі. Бұл біреуі сіздің, айтайықшы, ойлау қабілетіңіз деп айтайық. Ойлау қабілетіңіздің несі, шкаласы. Екіншісі ақша. Екеуінің бір-біріне қатысы бар ма жоқ па дейді, көбісі мышлениені өзгерту керек деп айтқан кезде, оның ақшаға қатысы жоқ деп ойлайды да, на самом деле ақшаға қанша қатысы бар көреміз қазір. Мысалы айтайық, сіз көшедегі жалпы бір бомж деген халық бар ғой бізде. Бомж деген халыққа примерно 200 теңге берсең, ол адам сол 200 теңгені көтере алуы мүмкін ғой, дұрыс па? Демек, осы бомж деген халықтың негізі оның ойлау қабілетінің деңгейі осы болғаннан кейін ол 200 теңге табады екен да. Енді примерно сол адамға сіз 200 мың теңге беретін бе едіңіз? Бересіз ба сіз 200 мың теңге? Иә, қара, өйткені оған 200 мың теңге беру арқылы оның мышлениясы өзгермейді екен да. Бірақ сол моментте алды ма, енді ол 200 мың теңгені не істейді ол автоматически? Жоқ қылып жібереді, дұрыс па? Бәрі соны біледі, жоқ қылып жіберетін. Значит, неге деген кезде оның 200 мың теңгені ұстау үшін оның ойлау қабілеті мына жерде болу керек қой ол. Түсінді ма? Енді айтайықшы, болмыжды былай қоя тұрайық. 200 мың теңге тауып жүрген адамға бар ғой, примерно 10 миллион теңге беретін бе едіңіз? 10 миллион теңге бересіз ба? Бермейсіз сіз. Неге? Сіз мынаны қалай түсініп тұрсыз, онда солай түсінесіз. Түсінді ма? Мына адамға 10 миллион теңге берген кезде оның мышлениясы мына жерде тұр ғой. Түсінді ма? Енді оған қай уақытта сіз 10 миллион теңге бересіз, ол бәрі осыны құртып тастайды. Лотерея ұтып алғандар, казино ұтып алғандар, пара алғандар, сондай бір аяқ астынан ақша келіп қалады ғой, сол ақшаны көтере алмай, олар бәрі жоқ қылып жіберетін содан да. Түсінді ма? Енді қызықты қараңыздар. Сізде ешқандай ақша болмай қойсын. Егер сіздің мышленияңызды мына жерге келетін болса, примерно бір айтайық 100 миллиондық ақша ұстап тұра алатындай мышленияны істейтін болсақ, орнататын болса адамға, автоматически сіздің мына жеріңізде 200 теңге болса да, қараптан қарап сіздің табысыңыз осы жерге дейін бармай қоймайды екен да. Түсінді ма? Енді қара, біздің үйретіп жүрген техникамыз бар ғой негізі. Біз номен айналыспаймыз. Біз номен айналысамыз. Бар аяғы бір айдың ішінде сіздің мына жерде тұрған мышленияңызды мына жерге жеткізген кезде ақшаны қалай тапқаныңызды білмей қаласыз ғой. Сіз кәдімгі таңғаласыз. Ақша сізге келген кезде сіз тіпті ақшаны ойламайсыз. Ақша сізге келіп жатады. Адамдар оның бәрін ертегі деп ойлайды. Негізінде олар өздерінің болмай жатқан ертегісінде өмір сүріп жатыр. Мына ертегеде сеніп көру керек негізі. Қатысасыз ба? Болды.